Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге барлығымыздың сүйікті тамағымыздың бірі палаудың жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы оңай әрі күрішіміз шашырап дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ет, күріш, сәбіз, чеснок, лавр жапырағы, кристаллик, тұз, укроп, сұйық май және паприка қажет болады. Ең әуелі қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Қызған майдың үстіне етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып қызарып болғанша пісіреміз. Енді тазаланған сәбіздерімізді турап аламыз. Сәбізімізді турап болдық, біздің сәбіздеріміз дайын. Ең әуелі тамақта бастамас бұрын күрішімізді суға салып қоямыз. Енді осының суын төгіп тастаймыз. Міне біздің күрішіміз дайын. Етіміз қуырыла бастаған кезде бір кружка су құйып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің етіміз жұмсақ болып піседі. Енді қақпағын жауып қойып қоямыз. Етіміз қуырыла бастады. Енді осының үстіне тұзымызды, лавр жапырағын, чеснокты, паприканы және укропты салып араластырамыз. Содан кейін сәбізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және қақпағын жауып қойып қоямыз. Міне 1-2 минут өткеннен соң күрішімізді саламыз. Бетін тегістеп жаямыз, араластырмаймыз. Осылайша жақсылап жайып шығамыз. Содан кейін үстіне тұзымызды, кристаллигімізді себеміз. Бетін жауып, отымыздың астын басамыз. Күрішіміз 15-20 минуттай булануы қажет. 20 минуттай өтті, күрішіміз әдемі болып буланды. Енді осының үстіне қайнаған суымызды құямыз. Күрішімізді араластырмаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай суды қатты толтырмаймыз. Бетіне дейін ғана құямыз. Енді шолпының көмегімен менің жасағанымдай етіп араларын ашып осылайша жасап шығамыз. Енді үстіне кішкентай ғана су құйып жібереміз. Осы су жеткілікті болады. Қақпағын жауып 10 минутқа отты күшейтеміз. 10 минуттай уақыт өтті. Біздің күрішіміздің суы осылай тартылады. Сол уақытта қазанымыздың астын басып, бетін жауып қойып қоямыз. Біздің палауымыз дайын. Осындай шашырап әдемі болып піседі. Бұл палаудың ерекшелігі асты үстіне араластырмаймыз. Ең әуелі табаққа саларда бетіндегі күрішін салып аламыз. Содан кейін барып астындағы еті мен сәбізін бетіне саламыз. Сол кезде біздің палауымыз әдемі болып көрінеді. Міне біздің палауымыз осындай болып шықты. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған ардақ. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.